Сәлеметсіңдер ме? Бірінші сынып оқушылары. Здравствуйте, ребята. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мамандықтар. Тема сегодняшнего урока – специальности. Балалар, жаңа сөздермен танысып, жаттап алайық. Ребята, давайте познакомимся и выучим новые слова. Посмотрите на картинку. Здесь у нас в белом халате кто? Конечно же, это врач. Врач на казахском, ребята, дәрігер. Повторите за мной. Дәрігер. Молодцы. Это у нас повар. Давайте прочитаем все вместе. Аспаз. Аспаз. Следующий у нас художник. Художник на казахском. Суретші. Суретші. И это у нас учительница. Мы уже учили это слово. Муғалім. Муғалім. Молодцы, ребята. Давайте повторим. Дәрігер. Дәрігер. Аспаз. Аспаз. Суретші. Суретші. Мұғалім. Мұғалім. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Теперь обратите внимание на Алмабека и Алибека. Алмабек задает вопрос. Давайте прочитаем. Бұл кім? Кто это? Алибек отвечает. Бұл дәрігер. Это врач. Бұл кім? Бұл дәрігер. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, суреттер бойынша толықтырып оқиық. Нам нужно составить предложение по картинкам. На первой картинке у нас кто? Врач. Врач что делает? Врач лечит. Как врач на казахском? Дәрігер. Дәрігер емдейді. Врач лечит. Это у нас кто? Конечно же, мұғалім. Она нас учит. Мұғалім оқытады. Учитель учит. Это у нас художник. Художник на казахском. Суретші. Суретші сурет салады. Художник рисует. И последний у нас повар. Он готовит еду. Повар на казахском, ребята. Аспаз. Аспаз тамақ пісіреді. Повар готовит еду. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Дәрігер емдейді. Мұғалім оқытады. Суретші сурет салады. Аспаз тамақ пісіреді. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, суреттер бойынша дұрыс жауапты таңдайық. Бірінші сурет бойынша 3 нұсқасы бар. Здесь 3 варианта по первой картинке. Ребята, кто это? Аспаз, мұғалім, дәрігер. Аспаз. Это у нас кто? Правильно, повар, мұғалім. Это у нас учительница. Значит, дәрігер это у нас кто, ребята? Врач. Мы выбираем дәрігер. Дұрыс па, балалар? Дұрыс. Жарайсыңдар.
Келесі суреттегі кім? Дәрігер, мұғалім, суретші. Балалар, қай нұсқасы дұрыс? Какой вариант правильный? Конечно, молодцы, мұғалім. Проверим. Дұрыс. Правильно. Теперь у нас повар. 3 варианта. Аспаз, дәрігер, суретші. Какой вариант правильный, ребята? Конечно, аспаз. Давайте проверим. Дұрыс. Правильно. Молодцы. И последний у нас художник. Откроем варианты. Аспаз, суретші, дәрігер. Какой вариант правильный, ребята? Конечно, суретші. Проверим. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Молодцы. Мы совсем справились. Правильно. Молодцы, ребята. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, диалогты оқып аударайық. Давайте прочитаем и перейдем в диалог. Алмабек, мынау кім? Алмабек, кто это? Бұл суретші. Это художник. Суретші не істейді? Что делает художник? Суретші сурет салады. Художник рисует. Давайте составим на врача. Алмабек, мынау кім? Бұл дәрігер. Дәрігер не істейді? Дәрігер емдейді. Алмабек, мынау кім? Бұл мұғалім. Мұғалім не істейді? Мұғалім оқытады. Алмабек, мынау кім? Бұл аспаз. Аспаз не істейді? Аспаз тамақ жасайды. Балалар, жарайсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. На этом наш урок окончен. Сау болыңдар, балалар. До свидания, ребята.